89.000 оқырман. Динара ханым, ең мықты шәкірттердің бірісіз. Табыс қанша болып жатыр қазір айына? Плюс-минус 4-5 миллион. 4-5 миллионға жеттік, иә, супер. Так, достар, мен бұрыннан сіздерге осы рубриканы бастайын деген шәкірттер, мықты шәкірттермен бөлісе бастап, және нөлден бастаған қалай жолды өтті деген сияқты. Сіздер араларыңызда бар парақшасын жүргізіп жатыр, ештеңке нәтиже жоқ деген сияқты, немесе нөлден бастайын деп жатыр. Осы жолды Динара ханым қалай өтті, сонымен бүгін бөлісе кетеміз ба? Да? Пайдалы болайық, барлығын айтайық, қалай екен, қалай өтті, қандай қиындықтар болды, соның барлығын айтып, ішкі дүниеңізді қазір сезсінші адамдар. Осы жерде қаншалықты осы табыста, 89.000 оқырманда, 90 дейікші қазір, 10.000-ға 1-2 аптаның ішінде жетіп тастайсыз. Қазір пробный режиммен ұрып жүресіз. Сізге бүгін подсказкада айттым, қалай не істейтінімізді. Так, Динара ханым, өзіңізбен қысқаша таныса кетесеңіз, немен айналысып жатырсыз осы қазіргі кезде? Мен атым Динара Жолдасбек. Мен қазір организатор пространства академиясының негізін қалаушы, өзім эксперт маманмын. Осы салаға келгеніме 4 жылдай болып қалды. Өзім осы салаға через боль пришла. Өзімнің үйімдегі больдар арқылы келдім. Және осы саланы оқи салысымен бұл әрбір қазақстандық әйелге керек болғандықтан сол әйелдерге бір өмірімдегі септігім тисін деп өзімнің миссиям ретінде қабылдап осы салада әйелдерді оқыта бастадым. Супер, давайте жалпақ тілмен түсіндіре кетейік. Организация пространства деген не екен? Организация пространства ол сіздің үйіңізді жүйелеу, әрбір затқа орын тауып беру. Бірақ біз ретті үй, ретті ой дейміз, біз осы жаңағы организацияны үйге жасау арқылы үйіміздегі әрбір затты реттеп қана қоя салмаймыз. Миымызды реттейміз. Әрбір өзіміздің шағымызды, бала-шағамызбен қарым-қатынасымызды ең маңызды маған ұнайтыны бұл жерде менің күйеуіммен қарым-қатынасым, менің күйеуіммен өміріміздің 180 градусқа өзгеруі. Реттеу осындайға дейін де жеткізе алады екен. Достар, мен бұның алдында шын айтсам, мүлдем білген жоқпын бұндай профессия туралы. Өзім де қызықтым, мамамды жіберіп көрдім, қызықты болды. Шынымен де реттеліп тұрса, мида да барлығы реттеліп тұрып, өмірді өзгертуге болады екен. Вот осындай әртүрлі менде шәкірттерім бар. Біреулер врачтар, біреулер жаңағы өзінің бір ремонт жасайтын дегендер менде баршы, и организация пространства бойынша да бар екен. Енді оқудың алдында осы үлкен жолды өттіңіз, осы жолдың алдында не болды сізде? Бір парақша болған сізде? Мен сізге оқуға, сізге танысуға келдім ғой бірінші. Бірінші. Вот қалай? Сіз менің оқырманыңыз емессіз, солай келген жоқпыз, достар. Сразу шынайы бұл жерде маған Динара ханым оқуға келетін алдында вообще шәкіртім болған жоқ. Қалай келдік? Менің оқушым бар. Жаңыл Ержанқызы, ол қазір біздің академияның кураторы. Сол сіздің подписчигіңіз екен, фанаткаңыз екен. И, знаете, сіздің страницаңызды көріп жүріп, ешқандай оқуыңызды, марафоныңызды алмай, фишкаларыңызды қолдану арқылы оның жаңағы рилстары бәрі жақсы просмотрлар жинаған. Ол сізден оқу сатып алмай-ақ результатқа жеткен оқырманыңыз. Сол маған айтты: Динара ханым, сіз страница жүргізіп жатсыз, бірақ енді считайте, мен 2 жылма жүргізіп 19.000 оқырманға жеттім ғой. Я такая, мен достигла. 19.000 оқырманым бар деп жүрем ғой. 2 жылдың ішінде, 2 жыл по-моему жинадым, И соны жинап жүрген кезде, жаңағы каждый оқырманың енді андай ғой, ценный ғой саған, еңбек қой оның бәрі. Соны жинап жүрген кезде, ол маған айтты: сіз деді күшті бүйтіп эксперт болғыңыз келеді, миллион оқырман жинаймын дейсіз, мен білем сізге кім көмектеседі деп. Жүріңізші апарайын деді. Кто он такой? Сонымен сізге офисқа жазды, келдік, таныстық. Ең бірінші танысқаннан ақ мен сіздің эмоцияңызды көрдім. Танысқаннан кейін, так, все, болды, көрейік дедім. Посмотрим, что он даст дедім. Мен бір етіңші сол моментті бар ғой, Жаңыл ханым кірді, Елдос мырза, и тут Динара заходит.
Так, кто это? Ага, отырдық, давай, ты мне конкретно скажи, не керек, не істейсің, не етесің деген сияқты болды шы. Динара ханым қасқыр бізде енді, сол жерде ойладым, так, маған челлендж болып тұр деп ше, потому что бір жағынан фанатым тұр, бір жағынан мені бірінші рет көріп тұрған адам Танымайды. Иә. Бірақ мен сізге ол жақта енді көрсеттім, не істеп қалай істесек дұрыс болады деп. Сіз маған услугаңызды сатпадыңыз. Сатқан жоқпын. Мен сұрадым. Қандай сол кезде бір мен өзіме де қызық, енді оқырмандарыма да қызық шығар. Мені бірінші рет көрген кезде қандай бір не болды? Образ шықты сіздің алдыңызда. Білімді. Иә. Стоит попробовать. И ашық, потому что ең бірінші келген кезде сіз сол кездің өзінде көп ақпарат бердіңіз. Сосын сол ақпаратыңыз маған ұнағандықтан, енді менің именно спецификама байланысты болды ғой. Мен именно организация туралы сізден сұраған кезде сіз айттыңыз. В то же время мен оны ары қарай как будто өзің жасай аласың деген сияқты айттыңыз да. Но мен сізге айттым ғой, контракт жасайық. Сіз менің парақшамды ары қарай консультация беріңіз жүргізуге. И жасайық деген кезде сіз маған услуга сатпадыңыз. Сол кезде мен анандай, в смысле он мне ничего не продал деген ой болды ғой. Содан кейін, по-моему, уже как раз марафон объявлять етіп жаттыңыз. И мен уже инстаграмға подписка жасап алдым, көре бастадым. Бірақ жаңыл маған айтты, ол кісі ештеңе сатып алмасаңыздар подписка жасаңызшы. Сол подпискасынан ақ жаңағы рилстарынан ақ сіз көресіз деді. Күшті жаңағы лайфхактар айтады, соны қолданып ақ страницаңызды жүргізіп жібересіз деді. Енді мына жерде сұрақ болып тұр. Жаңыл ханым менің парақшамдағы ақпаратты ғана көріп, уже результат жасады. Сіз неге просто тіркеліп тұрып жасаған жоқсыз, а неге сіз ары қарай марафонға келдіңіз? Сіз неге тіркеліп тұрып та мен де Жаңыл сияқты ары қарай істей берейінші дедім? Мен өзім эксперт болғандықтан, наверное, маған тет-а-тет жұмыс керек всегда. Маған конкретно четкий план керек. Мен білемін, что ол нәрсеге жетуге болатын. Но ол жерде әрекет керек қой. И және четкий план керек. Мен бүйтіп, ана рилсыңыздан бірдеңені алып, мына рилстан бірдеңені алып, мынаның фишкасы мынандай екен ғой деп жұмыс істей алмаймын мен олай. Маған надо конкретно прийти, обучиться, дойти до результата. Болды. Жаңыл ана кезде консультацияға келіп кетті. Айтты. Потому что мен де соны сездім, тура сіз айтқан нәрселерді сездім. Бардак болып жатыр. Хоть и былай кішкене алып жасаса результаттары да бар арасында. Бар. Бірақ өзінің мақсатына қойылған жету үшін жүйе жоқ болып тұр. Сонымен біз консультация өткіземіз. Енді сізде бұның алдында вообще не болып жатты? Осы парақшаңызбен қалай салынып жатты, не салынып жатты? Қандай бар? Получается, аштым ғой, страницаны аштым. Және мен өзімді сразу ол жерде позиционирование эксперт болдым. Организатор пространства, мен организатор пространством, и менің ойымда только организацияны салуым керек деген ой болды. Сосын менде ешқандай жүйе жоқ. Әйтеуір, мен білемін, что рилс салу керек. Қай уақытта салу керек? Қандай салу керек? Тақырыбы қандай болу керек? Ол рилстың хук деген не екенін білмейтін ғой. Ол хук деп бәрі айтып жатыр, жан-жақтан сол кезде бір тренд болып кетті ғой. А что это такое? Танадан сұраймын ғой. Сосын ішінде әйтеуір балам туралы да салам. Сосын сіз бір айттыңыз ғой, кейін оқуда уже. Жаңағы менің балам рилс сатып кетті ғой. Машина беріп жатқан күйеуім екеуміз. Қандай рилс болды кішкене? Получается, біз балама машина подарок еттік. Сол кезде сол рилстан именно маған көп подписчик келді, ер адамдар. Ол қанша жиналды? Ұлдар. Просмотр қанша болды? Там, по-моему, миллион даже есть. Миллионға жиналды. Достар, сразу шатаспау үшін миллион жиналып кетті, менің оқуым алдында сондай рилс. Ол бірақ не ғой, вообще мен жұмысыма қатысы жоқ. Ол рилстан маған тек ұлдар келіп жатыр. Еще бір, я понимаю, бір әйеліне хотя бы мені жіберетіндей, бәкістен үйреніш дейтіндей емес. Школьник балалар. Менің де папа-мамам осындай болса. Вообще, школьник балалар деңізші. Менің де 18-ге келіп қалдым, маған осындай машина беретін біреу бар ма? Бұл потолок қой. Ана машинаның жылтырын қараңдар. Ана машинаның үстіндегі стробоскоп қойдық қой. Стробоскоп тема. Им сондай комментариялар келіп жатыр. И жас балалар маған кіріп жатыр. Страницама олар, конечно, мен охватымды түсіреді. Да, вот түсірді реально. Сосын осы старый страницамда менде ешқандай бір тұрақтылық болған жоқ. Мен білмедім ғой, не салу керек, не салмау керек. Потом мақсат жоқ. Конкретно бір сөзбен айтқанда мақсат жүйе. Потому что мақсат жоқ жерде әрекет те болмайды, әрекет болмағандықтан сен ары қарай онымен өсе алмайсың. Дұрыс. Сіз осы жерде инсайт көріп жатқан көрермендерге мақсатты аудитория жинау қаншалықты маңызды. Видите, біз мақсатымызға сай емес видео салып жібердік, кейде болады сондайлар. Біреулер
бір врачтар күйеуімен прикол салып жібереді де. Иә. А еще знаете что? Қаралым жинағаннан кейін олар ойлайды, все, мен таптым қаралым жинайтын, енді приколдарды салу Сондай керек. сала береді. Мақсатына ашылса емес мысалы. Ол да дұрыс емес. Или айтады ғой, мысалы, қазір енді уже кішкене не болып отырмыз ғой, Инстаграм бойынша кішкене біліміміз бар. Көп лайфхактарда мысалы сала беруге болмайды. Как тупо сала берсең, уже сондай адам үйреніп қалады да, сол сенен тегін информацияны алуға ғана, и все сенің эксперттілігін нөлға шығады деген сияқты. Так, енді оқуға келетін алдында күмәндар болды ма? Бірінші рет Жаңыл ханым ғана сізге айтты, маған келіп оқимын деп жатырсыз. Басында қандай күмән болды? Енді 10 мың теңге не береді? Көрейік деген ой болады ғой, енді адамбыз ғой. Не айтады екен? Может быть, вообще негізі ой болды, может быть, мынау рилстарына салып жүрсіз ғой, информация неше түрлі лайфхактарды, сенің видеоң атпай жатса бүйтіп істе деген бар ғой. В принципе, думала, что сондай бір простой ақпараттар болады деп. Иә, рилстағы заттарыңызды просто жинап бізге беретін шығар деген ой. Неге дәл менің оқуымды таңдадыңыз сонымен? Неге мені сонымен таңдап кеттіңіз бұл жерде? Наверное, скорее всего, адам энергетикаға келетін шығар. Одан кейін жаңағы сіздің эмоцияңызға келетін шығар. Одан кейін сіздің как эксперт ретінде парақшаңызды қараймын ғой. И осы жерде уже адамға түйінделеді. Егер реально өзі осы салада эксперт болса, өзі соны істеп жатыр ма? Біріншіден, иә. Одан кейін сіз даже элементарно бір рилста түсіндіресіз ғой, или даже бізді марафонға бір шақыру жасадыңыз ғой, сторис. Сол кезде қалай айттыңыз? Қандай информация берем, оның бәрі эмоция болды да, живой. Скорее всего, сол живой адам энергетикамен эмоцияға келеді. Вот мен осы жерде қоса кетейін. Достар, триггерлер әртүрлі болады адам сатып алу үшін. Вот Динара ханымға энергетика ұнап қалды. Мен айтамын да, адам адамнан сатып алады. Сіздерде де вот сата алмай жатсаңыздар, осы триггерлерді түсіну керек. Келе адам ойлайды, мен курс туралы, значит, немесе өнім туралы дұрыс жеткізген жоқпын. Оның ішінде де адам сатып алумен мүмкін өзіңді дұрыс ашқан жоқсың. Динара ханым менің енді білім анау бар екенін еще Жаңыл ханым айтқанымен энергетикасы ұнағанымен де келді мысалы. Сол себеппен де келіп отады. Енді марафон өттіңіз. 9900 теңгелікті. Қандай әсер алдық, не результат болды сол жерде, не болды сізде? Марафонға ең бірінші келдік. Во-первых, маған ұнағаны то, что живой. Бізде кәдімгі живой созвондар болды. Потом в шоке была то, что бәрі қатысты. Адамдардың бәрі қатысады, кәдімгідей анау сіз деген кәдімгідей бір любой берген информацияны бүйтіп энергетикамен күшті түсіндіріп, айтып, еще ана рилс бар ғой, монтажды сол марафонда болды емес па? Бүйтіп ашасыңдар да ортасын, бір-біріне қосасыңдар да, бұлай жасайсыңдар деп түсіндірген кезде ойладым ғой, кәдімгідей ол жерде не то, что перватор ашып, получается, қуырып, шайнап, аузыңа салып, жұтып жатыр, ты должна просто пищи варить деген сияқты. Информация өте жақсы. Одан кейін 9900 теңгелік емес, как будто бір реально бір курстың бағасындай ол жерде информация болды. Уже марафон кезінде ақ мен уже түсіндім, страница, не істеу керек, мақсат жаздық біз, не қоямыз, например, ары қарай қалай жүргіземіз, элементарно рилсты қай уақытта саламыз, пробныйды қалай жасаймыз. Соның бәрін уже алған кезде адам уже 10 мың теңге не жалко, тағы бір 10 мың теңге сал жерін кеп тұрады. Сала беріп сала салмадыңыз ба? Жақсы. Так, енді мен марафоннан кейін енді сізді таңдап, себебі все-таки сіз өте белсенді болдыңыз. Мен көрдім, что сізбен мықты нәтижеге жеткізе аламын деп. Енді все равно байқадық қой. Сен келіңізге рахмет. Конечно, жоқ, мен просто так таңдамайын да. Вот сізді көрдім, что точно нәтижеге жете алатындай, мен айтқан нәрсені сіз толықтай жасап шықтыңыз. Мен сондайлармен де жұмыс істегім келеді. И сонымен де сосын ары қарай, енді марафоннан кейін мен сізді үлкен курсыма шақырдым. Блокмастер курсыма шақырдым. Осы блокмастерға неге сосын өттіңіз? Марафон өтіп жатқан кезде біріншіден жаңағы барлық тапсырманы уақытымен орындап отырдым ғой. Барлығын орындаған кезде мен нәтиже көрдім.
енді ойлаңыз өзіңіз да, мен нәтиже көрген адам ары қарай дамығысы келеді, ары қарай өскісі келеді. Тағы да ол жерде мысалы бізде марафонда айтылған заттар ол тек аз ғана да мысалы да, бірақ өзінің ақшасына тұрарлықтай. Ал курста сен уже соны ары қарай сценарий жазуды тереңдетіп, ішіне углубляться етіп оқи аласың. Мен бір нәрсеге келіп тірелемін ғой, бір ары қарай жүрмей қалды ма, мен білемін, что сол кезде маған білім керек. И ол білім маған ары қарай жаңағы не ашады ғой, жол ашады, тармақтарын ашады. Сол сияқты сіздің де курсыңыз тура солай болды. Марафоннан кейін мен ары қарай результатқа жеткім келді. Потому что мен уже көріп тұрдым. Марафоннан мен уже конкретно четкий результат алдым. Мен сразу қоса кетейін тоже. Сіз марафон кезінде просмотр жинаған жоқсыз. Бірақ результатыңыз сіз рилсіңізді түсіріп жасап істедіңіз. Мен жасай үйрендім ғой. Осы уақытқа дейін жүйесі как попало рилстар болса, әйтеуір ана жерден бір ұрланған, мына жерде бір ұрланған, рилстың темасы жазылмаған болды ғой ол кезде. Әйтеуір түсіреміз, контент түсіріп жатырмыз. Білмейміз не түсіріп жатқанымызды. Жаңағыдай просмотр жинамайды. 300-400 просмотрға мәзбіз. Рилс шығарасың, 300 просмотр мә күшті дейсің. А тут марафонның рилстарында мен уже конкретно, что да хук болу керек, основной тема болу керек, пользасы болу керек, call to action болу керек дегеннің бәрін түсіндік. Call to action болмайтын да рилстарды қалай істеу керек екенін түсіндік. Вот сол кезде адам уже ары қарай соны жалғастырғысы келеді. И сол үшін де курстан білім алғысы келеді. И ол жерде еще сіздің жаңағы аудиториямен бізді енді жинадыңыз, группамен жұмыс істей алуыңыз, назар аударта алғаныңыз, бірге оқып жатқан команданың біздің каждыйымыздың жеткен жетістігіміз, біз каждыйымыз марафоннан бір өзімізге деген алдық. Ол мақсаты бар. Осы марафоннан өзіме пайдасын тигізем деп келген адам тигізді ол жерде. Каждый өзіне керегін алды. И, конечно, сол кезде адам уже ары қарай курсты оқығысы келіп, нәтижеге жеткісі келеді. Мен вообще марафонның басында ойлаған бар ғой, бір адамдар кіреді де оқиды, и оқығаннан кейін өткеннен кейін, если что, там куратормен қоса салам дегенше. Бірақ менде все равно желание қатты болды, осы марафоннан да мықты результат шығарайыншы деп бар ғой. Бізде көрінді. Да, Айдын Мырза, помните, Айдын Мырза врач, бала дәрігерші, миллион қаралым жинағанда болды видеоларында, 200 мың, 300 мың қаралым жинағанда қоя саламшы. Просто бар ғой, өзің қатыспасаң, осы энергетикамен бөліспесең, адамдар оқымайды екен. Куратор болса, мен басқаша болсын едім. Потому что я как эксперт же пришла. Маған надо с экспертом работать. Енді блокмастерді оқыдық. Үлкен оқуды өткеннен кейін результаттар қазіргі кезде қандай болып жатыр? Бірінші, мен эксперт ретінде өзімнің страницамды басқара аламын. Көбінде ошибка қалай болады? Біз ойлаймыз да, это не моя работа, это работа контент-мейкера дейміз. Контент-мейкер жалдаймыз, өзім ештеңе білмеймін. Мен де дәл солай болды ғой, бірінші страницам. Мен контент-мейкер жалдадым, сол кісінің көзқарасы бойынша жүргізді. Сол кісі қандай рилс саламыз дейді, саламыз. Мен контент-мейкерім қалай істейміз дейді, істейміз да. Ал мен ол жерде просто анандай не болдым. Актер, өзім рөлімді ойнаймын, экспертімді ойнаймын. Ол айтқан соны істей беремін. Ал қазір менің блогым неге өсті? Потому что мен уже контент-мейкерден не требовать ету керек екенін білемін. Қай жерінде хук айтылу керек, қалай айтылу керек, сценарийді қалай жазамыз, мақсатты қалай анықтаймыз. Уже бәрін білгеннен кейін, осы оқуда именно бәрін білесіз да, сіз ары қарай уверенно кетесіз. Көп адамдардың блогы неге орта жолда тоқтап қалады? Өйткені өзі білмейді, а өзі білмегеннен кейін оны обязательно контент-мейкерді істей алмайды. Ал сіз өзіңіз біліп, еще өзіңіз істесеңіз, вообще шикарно. Онда результат вообще можно выиграть. Бірақ все равно мен қоса кетейін. Динара ханымда қазір осы білімді алғаннан кейін де командаңызды құрып қойдыңыз. Қазір кім бар сізде? Контент-мейкер бар. Контент-мейкер бар. Маркетолог бар. Маркетолог бар. Ассистентім бар. Ассистентіңіз бар. Өзіміздің команданың кураторы бар, который жүргізіп отыратын. И бізде 10 қалада, жаңағы каждый қалада организатор пространстволар бар ғой. Каждый қаланың өз кураторы бар. Енді мен қазір өзім результатқа жеттім ғой. Енді қыздарымды қинап жатырмын. Оқыңдар деп па? Страница жүргізіңдер. Жүргізіңдер. Потому что
бұл біріншіден сіздің жұмысыңызды, өзіңізді көрсету ғой. Бұл әлеуметтік желі. Бұл бір воронка болғанымен да, бұл мощный, потому что мен сол жерден ақша тауып отырмын. Мен лично өзім қазір блог арқылы. Егер мен сол бұрынғы қарапайым әдіспен білмеймін, мен қайда сатушы едім мен курсымды? Қайда сатамын мен курсымды? Қайда сатамын? Қайда реклама жасаймын? Мен Инстаграм арқылы сатып отырмын қазір. Чисто менің единственный воронкам. Мен таргет қосқан жоқпын ба? Еще қосқан жоқсыз. Қазір таргетті қоссақ еще. Таргет қосу үшін зато ескі страницам дайын. Сол жерде бәрі оформлено, күшті. Ол ескі страницамның енді минустары жаңағы жүйе жоқ болғандықтан подписчиктарым ұл, қыз, бала араласып кетті. Еще біз курста оқыдық қой, то что қандай аудиторияға біз береміз информацияны, қандай аудитория сізге тіркелу керек, соған қарай контент болу керек деген сияқты. Қазір уже контент жүйелі. И шүкір, даже кешегі миллионник болып кеткен. Вот қазір көріп жатсаңыздар, мүмкін уже уақыт өткен шығар, бірақ осы эфирде кеше салдыңыз ба? Кеше ма? 2 күн бұрын ғой деймін, иә? 2-3 күн бұрын салды. Миллион қаралым жинап кетті. Миллион қаралым жинады Reels. И, знаете, резко жинады ғой, получается. Мен даже өзім көрмегем оны. И ол жерде қанша бір 17% болды ма, всего лишь за рубеж, қалғаны Қазақстан. Это меня радует, потому что бірінші страницамда менде барлық миллионник рилстарым шетел, анау бір Дубайға ма бір жаққа кетіп қалушы еді ғой, бір Азербайжан ба бір жаққа. И сол жаққа кетіп қалған кезде подписчиктарың не по-темски келеді да, просто сенің сөйлегеніңе қарап лайк баса ма, білмеймін соларды. Просто отырады адам санын көбейтіп. Қазір шүкір 90 мың подписчигім. Әр біреуі мен үшін маңызды, живой. И я знаю, что қанша вот декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, 8 ай. 8 айда 90 мың подписчик живой и легко. Потому что мен уже осы обученияда контент қандай түсіру керек, рилстың ішінде не болу керек, ботты қалай қолдану керек, жаңағы даже GPT-мен үйреттіңіз ғой. Бүйтіп дұрыстап GPT-ға беріңдер, былай деген, қалай айтады? Промпт. Промптты былай жазасыңдар, сонда сендерге былай береді деп. Қазір өзім оқушыларыма промптты қалай жазу керек екенін үйретіп отырамын. Даже вот сізден алған білімді мен оқушыларға беріп жатырмын, аяп жатқан жоқпын. Сендер бүйтіп істесеңдерші, Елдос Мұдан парақшасын көрсеңдерші, промптты жасап үйренсеңдерші, потому что сендер, говорю, тура мен сияқты жете аласыңдар. 6-7 айдың ішінде 90 подписчик жинадым, сіз де жинай аласыз. Это легко. Просто мына жерде сіздің мақсатыңыз айқын болу керек, соған қарай әрекет ету керек, шаршамау керек. И көп ойлайтын шығар бүйтіп. Жаңағы Инстаграм жүргізу қиын. Постоянно бүйтіп жүру керек, съемка жасап жүру керек. На самом деле олай емес. Біз мысалы Гүлжанмен аптасына 2 рет кездесеміз деп келіскенбіз, хотя қазір аптасына 1 рет келісіп жатқан шығармыз. Біз қалай жасаймыз? Бір күн бұрын отырамыз да кешке список жазамыз. Біз уже профессионалмыз ғой, сізден оқыдық қой. Мен оқыдым, Гүлжан өзі оқып келген, например, да. Біз жазамыз список. Осындай рилстар жасаймыз. Так, бұның триггері қандай болады? Басына былай айтамыз. Сіз еще үйреттіңіз ғой сабақта да. Полностью бірінші не айтқың келеді жазып алып, соның үшін триггерін тап. Біз соны табамыз, жазып, примерно раскидать ете аламыз. Ертеңде таңертең съемка, кездесеміз, ол бірінші келеді, бірінші рилс боянып отырып болады ғой. Мен оған келіспеген, басында кейін оған да келісе бастадым. Бетіме тоналка жағып отырып, рилс сөйлеп үйрендім. Потом оп-онлайн жаңағы бір күннің ішінде біз бір 20, кейбірде 15 рилс түсіріп тастаймыз. Бұл тұрақтылықтың белгісі. Самый главный ниет болу керек. Менің ниетім қазір 100 мың подписчик. Құдай қаласа, туған күніме дейін. Бір-екі аптаның ішінде жинайсыз ғой. И сол үшін біз, получается, жүйелі түрде жұмыс істедік. И все. Бірінші білім алу керек, одан кейін әрекет ету керек. Самое главное делать. Енді давайте оқырмандарға сату бойынша көрермендерге бір какой-то кеңес бере салайық. Сізде сату бойынша парақшаңыз 19 мың оқырман болған кезде и қазіргі кезде осындай 89 мың оқырмандар еще и целевой аудиториямен бізде табыс өсті ма? Примерно қанша өсті деп айтып отырмыз? X3 болды ма? Почему? Айтып кетейін, иә. Бұрын 19 мың оқырманмен, мысалы, мен оның арасынан іздеп отыратын. Кім оқығысы келеді, кім
ол кезде еще менде анандай сторисқа көп шығып көп сторис айта беретінмін. Ал новый оқырмандарыма мен даже әлі сториста прогресс жасап үлгеріп кеткен жоқпын, шыны керек. Өйткені өзімнің көп басқа жұмыстарым бар ғой. Мен бұл жерде чисто рилспен келіп жатырмын қазір. И лидтар келеді, кәдімгідей келеді, лидтар келеді, обработка жасалады, продажа жүріп жатыр. Еще менің новый парақшамда уже, например, бұрын менің ескі страницамда мені как чисто эксперт ретінде таныса, новый парақшамда мен балаларды таниды, күйеуімді таниды, менің күнделікті өмірім бар. Я не решилась на новой странице, мен үйімді көрсеттім. Мен всегда ойлайтын мандай красочный, әдемі инстаграмный квартираң болу керек. Мен соны ғана көрсете аламын деп ойлайтын. А тут я решилась, показала свой дом как есть. Дом организатора пространства. Обычно менің гардеробым простым. Менің гардеробым просто штанга тұр. Но я вот этот переборола свой страх. Наверное, это из-за того, что білімің бар, оқыдың. Сіз білесіз не үшін оны салу керек екенін білесіз, де? Мақсатыңызға связь бар да ол жерде. Адамдар просто ойлайды да, андай күшті табысқа шығу үшін миллион оқырман болу керек деген. Не обязательно. Даже мен өзім на себе знаю, мен 15 мың подписчикпенде реклама алғам. Рекламаның құны 100 000 теңге болды. Да, ко мне обратились как к эксперту, маған айтты, біз сізден реклама алғымыз келіп тұр, соавторстве рилс салсаңыз и жаңағы оплатасын жағын айтсаңыз. Мен как положено дайындап айттым, өзімнің прайсымды айттым 100 000 теңге деп. И мне это труда не стоило записать один рилс, но там был честный отзыв. Там реально я попробовала, посмотрела, мне понравилось, и мен оны соавторстве салдым. 15 мың подписчикпенде рекламаға ақша алып жұмыс жасауға болады. Блог это сила, блог это всегда деньги. Айтады ғой, 10 мың подписчигіңіз болса, сіз уже ақшасыз қалмайсыз. Но ол живой аудитория болу үшін, олар таза болу үшін, ол жерде білім керек. Өйткені мен ескі страницамда неге тоқтап қалды, кстати, сұрамадыңыз ғой. Ол өйткені мен жүргізіп келе жаттым да, анда не шықты ғой маған? Лайктайм деген. И мен не үшін новый страница аштым, потому что сабаққа бірінші киімді видос мырза сразу айтты, она мен триггерім походу, да? Егер сендердің страницаларында лайктайм, гиф болса, короче, мен бүйтіп жүргем ғой. Өмірі гифқа қатыспаған, мен страницам таза деп жүргем. Оказывается, на самом деле страницам уже лайктаймға қатысқан. И мен сол кезде конкретно шешім қабылдадым. Реально ол болды. Самый главный, наверное, қорқтым мен, сабақта сізден сұрадым еще. Мен қорқып тұрмын новый ашуға. 19 мың оқырманымды не істеймін мен деп. И ол енді особо не живой болғандықтан уже тәуекел етуге келді. Ешқандай өкініш жоқ. Вот көбісі осылай енді жасанды түрде оқырмандар жинап алады ғой. Каша болып жатқан кезде оларда бір күш жетпейді, сол парақшаны тастап кетуге. Күш жетпейді. Бұл жерде мен сізде соны айтқан кезде мен ойлағам, наверное, осы 19 мың оқырман мен ары қарай жүргіземін. Бірақ сіз мен айтқандай нөлден бастап жердіңіз. Неге? Өйткені сіз мысалы қараңыз, мен 19 мың оқырманмен ары қарай сол тупикта тұрам ба? Или новыйдан бастап 19 мыңды жинай салам ба? Менде уже уверенность болды ғой сабақ оқығаннан кейін, что мен ол 19 мыңды екі айда жинай салам. Қазір енді средний қарасаңыз, айына 12-13 мың жинап тұрмыз ғой біз. Бір айда может 10 мың, бір айда 15 мың, например, да? Ал егер қараңыз, мен 19-бен тұрып қалған кезде реанимация моего аккаунта, сіз айттыңыз, где-то бір полгода кетеді. Потому что мен охват көтеруім керек. Мен күнделікті жаңағы, мен уже алгоритмді құртып алдым ғой инстаграмнан. Рилсті уақытында салмадым ғой. Мне легче было начать все с нуля. Қорықпай тәуекел еткенім дұрыс болды. Өйткені 19 мыңда реанимация жасап, мен осы кезде бітуші едім. Қараңыз да. Ал мен ол 6 айда. Бұл жерде, наверное, білім не берген шығар. Толчок берген шығар. И потом, наверное, я еще хотела себе доказать, что я могу. Ну и сіз өзіңізде все равно сенімді адамсыз өзіңізге бар ғой. Сізде өзіңізде де мен алып тастасақ та сіз сенімді адамсыз. Сонымен өзіңіздің күшіңізде сенім болыпты да бір челлендж қойып жүрген сияқтысыз бар ғой. Енді поначалу сіз айтқандай біз екі аккаунтты қатар жүргізіп отырдық, өте қиын.
өте қиын ол. Надо было прям қорықпай сразу бастауға. Бірақ басында бір аптадай қорқыныш болды. Сообщество жері бүйтіп отырдық, но уже болды аккаунтыма өзіме уверенный, ары қарай уверенно болып уже кеттік. Зато полный фокус қойғанымен қазір жинақтағанмен отырсыз да. Енді қазіргі кезде енді күмәнданып отырған адамдар бар, осы марафонға қатысам ба, оқуды алам ба деген сияқты. Сіз оларға не айта аласыз? Бұл жерде ең бірінші танысу керек қой. Адамды сезіну керек, ол саған подходит, не подходит, Сондықтан ең бірінші 9000 теңгелік жаңа марафоннан бастау. Одан бастау керек. Мен өзім де сөйттім ғой, мысалы. Мен негізі сізге келіп, маған бір 400-500 мыңға продукт сат деп келдім ғой. Сіз сатпадыңыз, потому что касание керек болды. Стоит, не стоит до этого. И мен сол 9000-дік марафонды алған кезде реально ол результат берді. Сіз бізге 9000-дық емес, одан да көп информация бердіңіз. Ол жерде біз өзіміз кәдімгідей жаңағы бір-бірімізбен ана жерде жақсы общение болды, жақсы результаттар шықты арасынан. Одан еще сіздің живой өткіздіңіз бізге, ешқандай бір сабақтар жазып жіберсап, мә көр деген жоқ, а именно вживую. Конкретный дедлайндар болды, үй тапсырмасы болды, и оның бәрін істегеннен кейін, сен нәтиже көргеннен кейін уже стоит. Вот каждый, любой человек, который сомневается, думает, алам, алмайм, стоит, не стоит, еще одно, былай ғой бізде 1040 марафондардан өтіп тастаған ғой. Бұл марафон, ол марафондарға ұқсамайды, сразу айтамын. Неге? Өйткені бұл живой. Өйткені бұл марафонда реально результат бар. Оны істеп көруге болады. Қолжетімді. Және сіздер марафон өткеннен кейін ары қарай вообще дым түсінбей нөлмен қалмайсыз. Кәдімгідей бұл жерде сіз нақты бір қадам жасап үйренесіз. Хотя бы жоқ дегенде 10 000 теңгеге мақсатыңызды айқындап аласыз. Правильно? Конечно, әрине. Менің блог осы марафонның мақсаты сол бар ғой. Осы көбісі жүргізіп жатады, бірақ дұрыс қадамды жасағысы келеді де, оларда бардақ болып жатады. Біздің 19 000 оқырман болған кезде сіздегі солай сияқты болып жатады да. Сіз мысалы вообще нөлден бастаған жоқсыз да. Сізде уже какой-то кішкентай тәжірибе болды. И мен айтам, еще бұл марафон совсем нөлдерге бастаған кезде дұрыс қадаммен басты. Адамдарға қиын болушы еді, егер бұл марафон болмаса, мұны өтпесе. Прям осындай кішкентай бастапқышпен келіп, результатты көріп, содан кейін барып уже курс алуға болады. Соңғы сұрақ. Сіздің парақшаңызды алып қазір біреу жоқ қылып жерсе, 0 болып тұр. Сізге қайтадан бастау істеп жүру қиын болушы еді ме? Жоқ. Неге? Қандай сенім? Неге ондай сенім? Потому что мен на страницамда істедім ғой. Білім бар. Алған білім бар. Ешқашан қорықпаймын. Любой уақытта новыйдан бастап істесем де, мен білем ол результатқа. Ол кезде новыйды ашып көрейік па? Новыйды ашып бүгін жарты жылдан кейін 200 000 оқырманмен отыратын шығармыз мысалы да. Сізге просмотр жинау оңай ғой қазір. Потому что уже біз білеміз ғой, қандай рилстар салу керек. Бөлінеді ғой. Жаңағы оп-оңай білесің, что мына рилстардан бізге подписчик келеді, мына рилстар продажный рилстар, мына рилстар касание жасайды деген сияқты. Уже стратегиямен ғой, жаңағы контент-мейкерім өзім мықты, өзімде бәрін уже білесің, спокойно екеуміз бүйтіп налайты жұмыс жасаймыз. Вообще оқыған адамға легко. Самый главный, наверное, білім. Білімнен кейін қайсарлық, оны қайтпау керек қой, нәтижеге шығу керек. Потом біреу бір рилс жіберсе, сіз айтып отырдыңыз ғой, мына жерін ауыстыр, сонда бұл деген атып кетеді деген сияқты. Именно қазіргі менің парақшам, қазіргі менің оқырманым таза, живой барлығы. Шүкір осы алған білімнен, курстан, әрбір жасаған рилсым қазір уже ойланып, сценарий жазылып. Еще помните, сіз сабақта айттыңыз ғой, я хочу, чтобы вы дошли до того момента, дедіңіз, когда дедіңіз, сізге бір теманы айтқан кезде, сіз соның теманың басында хукын айтып, соның основной моментін айтып, соның call to action'ы уже сіздің басыңызға келіп тұру керек. Автоматически любой теманы айтқанда сіз соны айта алу керексіз, рилс қып дедіңіз ғой. Контент мышление. Контент мышление деп айттыңыз. Сол кезде соны мен оқыған кезде ойлап едім, как это? Это разве возможно? Как можно вот сразу бір теманы айта салып, соны істеуге деп ше? Но это возможно. Қазір біз рилсты солай түсіреміз. Это легко. Біз сол жағдайға уже жеттік, когда вот идет бір тақырып,
иә сол тақырыпты мен уже спокойно осылай шығара аламын. құрастырасыз спокойно уже миыңызда құрастырып білесіз примерно қалай болады не болады деген сияқты. Динара ханым, көп рахмет. Мен марафоннан кейін сізді бекер таңдаған жоқпын. Мен марафонда таңдаймын адамдарды. Сізге жаздым, айттым, что сізбен ары қарай жұмыс істеп, біз мықты нәтижеге жете аламыз дедік. Біз жеттік. Шүкір. Бірақ бұл жерде де әрекетпен жеттік. Достар, әрекет жасасақ, білім алу ол одно. Әрекет жасасақ, Динара ханым өзі де пысық адамсыз. Бірден өзіңізге челлендж жасап, істеп, жасап кетіп, осымен де осы жерде де менің білім ғана емес, сіз де барсыз. Сіз де тоқтамай жасап, жүйені көріп, и тастап кетпей, тайып кетпей жасап күшті нәтижеге жетіп отырсыз. Мен өте қуаныштымын сізді таңдағаныма өзінің шәкіртім ретінде. Сізге рахмет. Достар, осылай мықты нәтижеге жететіндей Динара ханымның біздің бүгінгі ақпаратымыз надеюсь сіздерге өте пайдалы болды. Енді бар болып жатсаңыздар, марафонда сіздерді бұйырса күтетін боламын. Марафон бізде жақын арада басталады. Менеджермен жазып ақпаратты аласыздар. Ну и соңғы сөз. Осы жерге көрерменге бір айтып жіберсеңіз, өзіңізден кез келген нәрсені. Ең бірінші сіздер түсіну керексіздер. Реально бұл сізге керек па, әлде керек емес па? Ішкі түйсігіңіз иә деп жауап беру керек. Түсінгеннен кейін ол бұл жерде бағасында емес, марафонға келіп өзіңізді сынап көруіңіз керек. Қолыңыздан келе ма, келмей ма? Адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Просто так бұл сіздің алдыңызда марафон шыққан жоқ. Бұл да сізге бір мүмкін ақша табудың, мүмкін өзіңіздің эксперттілігіңізді арттырудың, мүмкін дәл осы салада болмаса да сіздің басқа жұмысыңызға бір септігін тигізудің бір признагі шығар. Әрбір нәрсе бекерден бекер болмайды. Елдос мырзамен де кездескеніміз, ең бірінші мен осы жаңағы офисқа келгенім бәрі жайдан жай емес шығар. Дәл бүгін, дәл осындай подписчикпен, дәл осы жерде болу керек болған шығар. Әрбір игіліктің басында басталу тұрады дейді ғой. Сол бастау сіздің офисыңызға келіп танысумен басталған. Шүкір деймін. Енді 100 000 подписчикті мен өзіме былай представлять етем. Мысалы, қазір мен отырып, мен алдымда 5 адам отыр, бұл 5 адам. Сосын 50-ді отырғыздым, сосын 100-ді отырғыздым, 500. И представляете, менің алдымда қазір вот инстаграмға кірсем, я себе представляю, 100 000 адам менің алдымда отыр. И как я себя перед ними чувствую, да? Конечно, гордость. Адамда сонда гордость болады. Потому что я білем, что Инстаграм – это сила, это деньги. Я знаю, что это могу заработать. И самое главное, я знаю, что это могу быть полезным. Біреуге пайдалы ақпарат бере аламын, да? Поэтому личный бренд дамыту, өзіңіздің страницаңызды жүргізу әрбір адамға керек нәрсе. Егер сіз дамығыңыз келсе, ақшасыз қалғыңыз келмесе, өзіңіздің любой салаңыз, может сіз любой салаңызда балаңызбен тәрбиесімен бөліскіңіз келетін шығар, қарым-қатынас туралы, мүмкін үйде сағат жасап сататын шығарсыз, иә? Мүмкін көрпе тігесіз үйде отырып, мүмкін сіз киім үтіктейсіз профессиональный уровеньда. Неге соны эксперт ретінде көрсетіп, сол арқылы заявка алмасқа? Әрбір адам ол жеке индивидуальность, әрбір адамның жеке армандары болады. Сол армандарға жету үшін бұл марафон себеп болсын. Супер. Рахмет, көп рахмет сізге.